Неге бәрі тіршілік үшін соншалықты мінсіз болып көрінеді? Гравитация, атомдар, тіпті уақыттың өзі бәрі дәл келтірілгендей. Егер гравитация сәл ғана күштірек болса, жұлдыздар құлап кетер еді. Ал әлсіз болса, мүлде жұлдыздар болмас еді. Жер де, сен де, мен де болмас едік. Ғалымдар мұны антроптық принцип деп атайды. Мұны екі деңгейде қарастырады: әлсіз және күшті. Әлсіз нұсқа бәрі арнайы жасалған жоқ. Жай ғана біз өмір сүруге жарамды ғаламда өмір сүріп жатырмыз. Бұл жерде ешқандай арнайы жоспар жоқ. Бұл жай ғана іріктелу эффектісі. Күшті нұсқа ғалам әдейі өмір пайда болатындай етіп жасалған болуы мүмкін деген идея. Бұл жерде философиялық, кейде діни интерпретациялар қосылады. Қарапайым аналогия: сен дәл өзіңе сәйкес келетін бөлмеде ояндың делік. Бұл бөлме сен үшін арнайы жасалды ма, әлде сен тек өмір сүре алатын бөлмеде ғана ояна аласың ба? Антроптық принцип осы екінші нұсқаны ұсынады. Маңызды ескерту: бұл принцип Құдай бар немесе жоқ екенін дәлелдемейді. Ол тек бақылауымыздың неге дәл осындай екенін түсіндіреді. Антроптық принциптің айтпағы: біз ғаламды тіршілікке дәл келетіндей деп көріп отырмыз. Өйткені біз тек сондай жағдайда ғана өмір сүре аламыз. Егер бәрі басқаша болғанда, біз де болмас едік. Демек, бұл сұрақты қоятын ешкім болмайтын еді.